Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода Windows 11-ге обзор болады. Сендер маған сен кешіктің деп айтқыларың келіп тұр ма? Иә, мүмкін мен кешіктім орыс YouTube үшін. Бірақ Қазақстанда қазақша обзор әлі ешкім шығармаған. Сондықтан мен шығарып тұрмын. Бүгінгі видеода Windows 11-де не өзгерткенін, не өзгертпегенін толықтай көрсетемін. Және видеоның соңында сендерге Windows 11-ді жазуға стоит па немесе не стоит па соны айтамын. Короче, видео қызық болады, сондықтан видеоға лайк басыңдар, сосын подписка жасаңдар, өйткені мені 5 подписки 53% адам көреді екен. Бұл өте көп, сондықтан каналға тіркеліңдер, видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Ең бірінші біз новые функции Windows 11 деп Google-ға жазамыз. Өйткені мен презентацияны көрмедім. Содан кейін байқағаным Windows 11-ге қосылған ең бірінші зат ол Android-тағы приложение ойындарды ПК-дан ойнауға болады. Яғни Microsoft Store-дан Android-ға арналған TikTok-ты, Instagram-ды скачать етіп қолдана беруге болады. Егер солай болатын болса, бұл өте ыңғайлы, өйткені компьютерге эмуляторларды жазудың керегі болмайды. Мысалы, Free Fire, PUBG Mobile ойнайтын адамдарға бұл өте ыңғайлы болатын еді. Және бір шетінен бұл Microsoft-қа да ыңғайлы болады. Өйткені ол кезде Microsoft Store-ды көбісі қолданатын еді. Менің ойымша бұл Microsoft-тың жағынан өте гениально. Және менің байқағаным бойынша көбінесе Windows 11-ге керек емес заттарды қосқан. Бірақ керек емес жерден әр кезде керекті зат пайда болады. Оның ішіне Microsoft Windows 11-ге быстрый обновлениені қосқан. Бұл дегеніміз енді бүкіл обновленияның бәрі жылдам болады деген сөз. Қараңдар, сендер Windows 10-да маңызды затпен айналысып отырасыңдар. Сол кезде ең маңызды сәтте Windows-та обновление болады. Бұл ситуация абсолютно Windows 10-ды қолданатын барлық адамның жынына тиеді. Бірақ обновлениесіз Windows 10-ды қолдану мүмкін емес болатын еді. Обновлениеден кейін көбінесе багтар мен ошибкалар түзеледі. Сондықтан да Windows 11-де обновленияның жылдамдығы жақсы жаңалық. Менің ойымша уже слитый Windows 11-де ол обновление бар. Себебі қараңдар, менде ноутбукта жесткий диск болды. Бірақ сол жесткий дисктің өзінде Windows ноутбукқа 5-ақ минутта жазылды. Содан кішкене слитый Windows'та да обновление қосылды деп ойлаймын. Енді видеоның екінші бөліміне өтейік. Бұл бөлімде мен сендерге Windows 11-ден алғашқы впечатлениемді көрсетемін. Қазір мен түсірген видеода ошибкалар байқалуы мүмкін. Мысалы, видеодағы төбедегі бандикам деген жазуға мән бермеңдер. Мен ноутбуктанмын. Және видеоның качествосы да жаман болуы мүмкін. Өйткені мен ноутбуктамын. Үшіншіден, видеоны түсірген кезде ноутбук қатып қалған кездер болды. Даже видео түсіргенде ноутбуктан бір программаға кіріп жатқанда видео көріп отырдым. Тағы да мен ноутбуктанмын. Ал неге сен ноутбуктасың, компьютерің қайда десеңдер, бәрін түсіндірем. Маған просто неофициальный Windows'ты жазу қорқынышты болды. Ноутбук ескі, компьютер новый. Может, вирус кіргізіп алатын шығарым деген сияқты. Болды, енді видеоның темасына көшейік. Так, рабочий столда өзгергені тек пуск ортасында тұр. Бұл Mac-тың фишкасы, так что маған вообще ұнамады. Жоқ, Apple-дың ноутбуктарында жақсы өзінің фишкалары бар. Оларды жаман компания деп айта алмаймын. Просто Windows-тың плагиат жасағаны банально онша емес болып көрінеді. Енді корзинаны ашатын болсақ, бірінші байқағанымыз дизайн өзгерген. Өйткені біріншіден ашылған файлдың бұрыштары округленный. Екіншіден сол жақтағы иконкалар минималистичный және де әдемі көрінеді. Мысалы, Windows 10 мен салыстыратын болсақ, қараңдар, бізге Windows 10-дікі привычный және де онша емес көрінеді. Ал Windows 11-дікі кішкене басқашалау және де әдемірек. Так, енді файлды қарайтын болсақ, басқа ештеңе өзгермеген екен. Келесі менің рабочий столда байқағаным, панельде тура ортасында осындай программа тұр. Бұл программамен екі немесе одан да көп рабочий стол ашуға болады. Білмеймін қалай пайдалы болатынын, оны болашақта көреміз. Және тағы да панельді қарайтын болсақ, керек емес поисктың иконкасы тұр. Шынымен бұл неге керек екенін білмеймін. Өйткені поискты ашатын болсақ, оның үстінде де поиск тұр. Енді параметрге кірейік, ол жерде көп нәрсе өзгеру керек. Жоқ. Параметрге кірген кезде көбінесе байқағаным дизайннан басқа ештеңе өзгермеген. Сол бұрынғы функциялар және де сол бұрынғы настройкалар. Хотя жоқ, өтірік айтам, обмен устройствами деген нәрсені қосқан. Бұл рофлсыз айтатын болсақ өте пайдалы зат. Себебі мен видео түсіретін болсам, мысалы камерам жоқ, сондықтан мен видеоны телефонға түсіремін. Сосын ол видеоны ПК-ға жіберу үшін USB-ді тығам, одан кейін телефондағы файлдардан жіберемін. Бұл өте ыңғайсыз. Сол үшін бұл функция маған керек болуы мүмкін. Ал параметрдағы басқа функцияларды айтатын болсақ, дым өзгертпеген. Bluetooth и устройство деген жерде дым өзгертпеген, сети интернет деген жерде дым өзгертпеген, персонализация деген жерде дым өзгертпеген дизайннан басқа. Ал приложение деген вкладканы мүлдем қоспай қою керек еді. Бұл жерде будильник, часы, карта сияқты приложениялар ешкімге керек емес. Учетные записи деген жерде дым өзгермеген, бәрі бұрынғыдай. Время, язык, игры, спецвозможности және тағы да басқа жерлерде ештеңе өзгертпеген. Бірақ ең ұнағаны Microsoft параметрді ыңғайлы қылып қойыпты. Яғни осындай вкладкалар
функциялардан осындай болып тұрғаны жақсы деп ойлаймын. Барлығы кішкентай және минималистичный. Болды, в основном параметрда ештеңе өзгермеген. Тек қана дизайн басқаша және ыңғайлырақ. Осымен мен Windows 11-ден почти ештеңе таппадым. Слитый Windows 11-ден ештеңе таппайды екенсің. Енді видеоға вывод жасайтын болсақ, маған Windows 11 нейтральный көрініс әкелді. Неге дейтіндер болса, қазір түсіндірем. Қараңдар, Windows 11 көбінесе дизайн мен Max-ки подсостан басқа ештеңе қоспаған. Кейбір функцияны алып, кейбірін қосқан шығар, бірақ біз оны қазірше көре алмаймыз. Өйткені біздің Windows 11 слитый, официальный емес. Ал Windows 11-ге ауысу туралы айтатын болсам, мен таза Powerful ауыса саламын. Ал сендерге кеңес бермеймін. Өйткені дым өзгермеген сияқты қазірше. Ал Powerful ауысатын болсаңдар болады. Енді қалған өзгерген заттарды официально Windows 11 шыққанда көреміз. Бұны Windows 11 емес, Windows 10 жарым деп айтсақ болады. Өйткені просто Windows 10-ды алып, Windows 11 деп атай салған сияқты по факту. Осымен видео аяқталды, пайдалы және түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сендерге видео түсініксіз болса, мен онда ойымды дұрыс жеткізбедім деген сөз. Ал түсінікті болса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңдар. Давайте, короче.